Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ашытқысыз өте жылдам дайындалатын сұлы нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен айранға ас содасын және тұзымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Айран мен ас содасы реакцияға түсіп, айранымыз біршама көтеріліп көпіршу керек. Әрі қарай айранымызды шетке қоя тұрамыз. Енді сұлымызды блендердің көмегімен ұнтақ болғанша езіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай сұлы ұны пайда болады. Осы ұнымыздың үстіне айранымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қоймалжың масса шығады. Енді осы массамызды өзіңізде бар кез келген кішілеу формаға салып, бетін тегістеп шығасыз. Біркелкетіп тегістеп алған соң бетіне сұлыны сеуіп, нанымызды қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей нанымыз дайын. Бұл нан ашытқысыз әрі глютенсіз жасалғандықтан өте пайдалы нан болып табылады. Бұл нанды ыстықтайды әрі суығаннан кейін де жей берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мақпал Бауыржанқызы.